Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын жұмсақ нандардың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Табағымызға керек мөлшерде суымызды құйып аламыз. Бірінші ыстық суымызды құйып, тұзымызды ертіп аламыз. Салып, сосын үстіне мұздай соғылып, жылы қалыпқа келтіріп, тұзы еріп болған соң сұйық майымызды құятын боламыз. Сұйық майымызды құйып болған соң біздің суымыз дайын. Енді ұнымызды салып, үстіне дрожжымызды салып жібереміз. Барлығын араластырып, мен 1,5 ас қасықтай салдым. Қамырымызды илейтін боламыз. Ең бастысы, қамырды өте жұмсақ етіп илеу керек. Қамырыңыз қаншалықты жұмсақ болса, соншалықты нандарыңыз жұмсақ шығады. Міне қарап тұрсаңыздар, өте жұмсақ етіп иленген. Июін қандыру керек, әбден өте жұмсақ болып шығу керек. Ең маңызды сол нан жапқанда. Міне енді бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз, орап. Міне 1 сағат көлемінде осылай көтеріліп шығады. Сіздер де осылай істеп көріңіздер міндетті түрде. Енді сіздер бұны бетін бір қайтадан өйстіп көтертсеңіздер болады. Немесе бірден алып, осылай зуалаларға бөліп жауа берсеңіздер болады. Бірден жаппаймыз, осылай бетін жауып қоямыз, біраз көпсіп, ісінуі керек. Табамызды майлап, нан жауатын духовкамызды қыздырған соң, біраз көпсіп шыққан соң, нандарымызды осылай жасайтын боламыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Өте жақсы шығады. Көтеріліп, бұны жасап болған соң бірден духовкаға салып жібермеңіздер. Сәл кішкене 10 минуттай көпсігенін күтіңіздер. Сосын духовкаға салып істей бересіздер. Дәл видеодағыдай істесеңіздер жақсы шығады. Мен үнемі осылай істеймін. Жақсы шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Немесе өздеріңіз қалаған нанның формасына келтіріп жасай берсеңіздер болады. Мен бір табақпен ғана пісірмеймін. Біреуін духовкаға салып қойғанда, екіншісін, үшіншісін жасап қоя беремін. Сіздер де сөйтсеңіздер болады. Міне нанымыз дайын. Бетіне май жағамыз. Мен кәдімгі қолдың майын жағамын. Сіздер де қолдың майы жоқ болса, кез келген сливочный масаларды жаға берсеңіздер болады. Нан піскен соң сразу артынан жағу керек. Сонда осылай жұмсақ болып шығады. Міне қарап тұрсаңыздар, өте керемет шыққан. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Нанды жасап болған соң бірден жұмыртқа жағып жібереміз бетіне. Пісті, бірден жағу керек майды. Көрдіңіздер ме? Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, мен сіздермен өзім қолданып жүрген 100% жақсы шығатын рецептермен бөлісемін. Сондықтан менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айтгүл. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен қандай видео күтесіздер, қандай рецепт күтесіздер, комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады.